салмақ тастауға және оны тұрақты етуге көмектесе алатын бір лайфхак. Өзіңізге ұнайтын өзіңіздің бір суретіңізді алыңыз. Бүкіл бойыңызды қамтитын бір суретті алып, оны фотошоппен немесе әртүрлі басқа да қосымшалармен өзгертіңіз. Өзгерткенде қалай өзгертесіз? Өзіңізді өмірде айнадан қалай көргіңіз келсе, сондай дене пішінін, дене бітімін сол қосымша арқылы өзгертіңіз. Бұл маған шынайы өмірде қалай көмектеседі? Бұл әдіс жалпы адамға қалай көмектесуі мүмкін деген сізде сұрақ туындаса, менің сізге айтарым, әрбір адам өзін бейсаналы түрде бір формада елестетеді. Мәселен, ата-анасы толық етті кісілер болса, бала өсіп келе жатқан кезде басқа үлгіні көз алдында көрмейді. Оның ең жақын адамдары сондай пішінде болғандықтан, ол да өзін болашақта сондай боламын деп бейсаналы түрде елестетеді. Оның жалпы психикасында тек сондай ғана кейіп, яғни образ қалыптасқан. Сол себепті де ол бала өскеннен кейін, ер жетіп есейгеннен кейін, оның дене бітімінің өзгеруі екіталай. Тіпті өзгертуге көп күш жұмсап, диета сақтап, әртүрлі жаттығулар жасап, өзінің формасын қалыпқа келтіргенімен, оның психикасында бейсаналы басқа кейіп болғандықтан, ол өзінің қалағанына жете алмайды, немесе ол қалаған нәтижені тұрақты ете алмайды. Сондықтан өзіңіздің әдемі суретіңізді қосымшамен өңдеп, өзгерткеннен кейін, сол суретті өзіңіздің телефоныңыздың фоны етіп орнатыңыз. Күнде телефонды қолданып жатқан кезде, көзіңіз әрлі-берлі ол суретті шалып қалады, және де оны көрген сайын сіздің бойыңызда, сіздің психикаңызда, яғни бейсаналы түрде сол образ қалыптаса бастайды. Сіз оны бейсаналы түрде өзім деп қабылдай бастайсыз. Сондықтан өмірде салмақ тастауда, оны тұрақты етуде сізге оңайға соғатын болады. Осы лайфхакты қолданып көріңіз. Ізін суытпай, нәтижесі де болатынына сенімдімін. Ең бастысы, әрекет етсеңіз, жемісін көресіз.